113 сабақ. Разрядтан бір рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. Бүгінгі сабақта жазбаша көбейту және бөлу алгоритмдерін қолданатын боласыңдар. Бірінші тапсырмада алғашқы ғарышкерлердің ғарышқа ұшуы туралы деректер берілген. Герман Титов пен Андриан Николаевтың ұшу ұзақтығын сағатпен өрнекте. Әр ұшқан сайын ұшу ұзақтығы қанша сағатқа артқан? Бірінші көбейткіш 23, екінші көбейткіш 4. Алдымен бірліктерді көбейтемін. 3-ті 4-ке көбейтсем 12. Екісін жазамын, бірі ойда. Енді ондықтарды көбейтемін. 2-ні 4-ке көбейтсем 8, ойдағы бірді қосамын, 9 ондық болды. Ондықтардың астына жазамын. Көбейтіндінің мәні 92. Біз мына жерде 4-ті 3-ке көбейткен кезде 2 таңбалы сан шыққандықтан бірліктің астына бірлігін ғана жазып, ондығын ойға жібердік. Бұл разрядтан бір рет аттау арқылы көбейту деп аталады. Енді біз 92-ні 4-ке бөліп тексеріп көрейік. 9-дан қайырамын. 9-ның ішінде 4 2 рет бар. 2-ден беремін. 2-ні 4-ке көбейтсем 8. 9-ның астына 8-ді жазып азайтамын. 1 қалды. Енді 2 бірлікті түсіремін. 12-ні 4-ке бөлемін. 12-ні 4-ке бөлсек 3 болады. Бөліндінің мәніне 3-ті жазамын. 3-ті 4-ке көбейтемін. 12. 12-ні жазып азайтамын. 0. Бөліндінің мәні 23 болды. 23 шықты. 4-ші мысал. 36-ны 2-ке көбейту үшін бірліктерді көбейтемін. 6 көбейту 2 12, екісі түсіп 1 ойда. 3 көбейту 2 6 ойдағымен 7 72 шықты.